18 шілдеден бастап Ақтау мен Мұнайлы ауданында сергек жүйесі іске қосылды. Алғашқы 3 күнде жүргізушілер 700-ден астам жол ережесін бұзған. Сергек жүйесінің жұмысын таныстыру кезінде Нұрлан Ноғаевқа Маңғыстау жолдарындағы басты мәселе жол көлік оқиғаларының басқа өңірлермен салыстырғанда жоғары деңгейде екені және оның саны жылдан жылға артып бара жатқаны баяндалды. Ақтау қаласы мен Мұнайлы ауданының жолдарында және қоғамдық орындарында 1138 камера орнатылған. Оның ішінде 736 камера жолдардағы тәртіп қадағаласа, ал 402 камера қоғамдық орындарды бақылайтын болады. Сергек жүйесінің негізгі функциялары жылдамдықты арттыру, бағдаршамның тыйым салынған сигналына өту, жол белгілерімен немесе таңбаларымен көрсетілген талаптарды сақтамау болып табылады. Егер азаматтар құқық бұзушылық әрекеттерін жасаған жағдайда, азаматтардың ұялы телефонына SMS хабарлама ретінде ескертілетін болады. Ал бұзушылықтар жөнелту алдында автомат түрде өңделіп, қызметкердің электрондық цифрлық қосымшасы арқылы қол қойылады. Бұдан әрі бұзушылықтар туралы хаттар көлік иелеріне екі түрлі жолмен келеді. Біріншісі SMS-пен болса, ал екіншісі почта арқылы. Автокөлік жүргізушісі айыппұл туралы хабарлама алғаннан кейін 7 күн ішінде соманың жартысын төлеуге мүмкіндігі бар. Ал хабарлама алған сәттен бастап 30 күн ішінде төленбеген айыппұл мәжбүрлеп өндіруге жіберіледі. Здесь у нас задача. Статистика бойынша жол көлік оқиғаларына басты себеп жүргізушілер мен жаяу жүргіншілердің немқұрайлылығы және тәртіпке бағынбауы. Ішкі істер министрінің соңғы деректері бойынша Маңғыстау жол көлік оқиғасы саны жоғары өңірлердің алдыңғы қатарына кіреді. Сергек бақылау жүйесі жүргізушілердің тәртіпке бағынуына ықпал ететін сенімдімін. Сонымен қатар бұл жүйе тек жол қозғалысын ғана емес, қоғамдық орындардағы тәртіпті бақылау үшін де көмектеседі. Машиналар мен іздеудегі адамдар анықтауға септігін тигізеді. Бейне бақылау жүйесінің ең басты міндеті айыппұлдар арқылы ақша табу емес, қоғамдық қауіпсіздік қамтамасыз ету, жол қозғалысы ережелерін сақтау. Тәртіп сақшылары сергек жүйесін енгізу жөнінде жобаны іске асыру Маңғыстаудағы жол көлік оқиғасының санын 30%-ға, ал жолдардағы өлім-жітім мен қоғамдық орындардағы бұзушылықтар санын 40%-ға төмендету тиіс екенін атап өтті. Нығметолла Қосым, Сұңғат Көнебай, Ақтау Ньюс.